Баршаңызға сәлем, сіздермен компьютермен жұмыс YouTube арнасы және де мен қайып берген жадыра. Бұл видеода креативті әдемі ерекше слайдын жасау жолымен бөлісетін боламын. Нағыз педагогтарға арналған десем де болады. Ол үшін бізге canva.com сайты қажет. Бұл сайтқа кіріп, өзіміздің Google аккаунтымызбен тіркеліп аламыз. Мұндағы көк жолақтағы презентация бөліміне өтетін боламыз. Жұмысты бастамай тұрып, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, ұнап жатса комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және де керек деген достарыңызбен міндетті түрде бөлісе отырыңыздар. Мінекей презентация бөліміне өттік, жай астыңға қарай түсетін болсақ, көптеген түрлері шығады. Бізге осы презентация дегеннің үстіндегі посмотреть все дегенді басу қажет. Сол кезде бізге түрлі шаблондар шығатын болады. Жоғарғы жақтан тақырыптарды таңдап алсақ болады. Осы тақырыптарға сай соған келетін бізге шаблондарды шығарып береді. Стиль дегенді басатын болсақ, слайдтың стилін таңдауға, тема деген таңдасақ, темасын таңдауға болады. Егер де ақылы түрін таңдасаңыздар, бағасында және де түсінде таңдауға болады. Ақылы екен қайдан білеміз? Мына слайдтың шетінде сары тәж секілді кішкене значок тұр және жанына мышканы апарсаңыздар Pro деген жазу шығады. Яғни бұл ақылы варианттағы слайдтар. Тегін слайдтарда өте көп шаблондары. Осының ішінен кез келген біреуін таңдап, өзгеріс жасап көрейік. Егер де стилін, темасын таңдап отырғым келмейді, маған дайын түрдегі жинақ қажет дейтін болсаңыз, мен Telegram каналға педагогтарға арналған әдемі ерекше шаблондағы осындай слайдтардың жинағын дайындап қойдым. Портфолио дайындасаңызда, жобаңызды, ашық сабағыңызды өтсеңізде, барлығының назарын өзіңізге осы шаблондар арқылы аудара аласыз. Егер де осы жинақ қажет болса, мен описание бөліміне Instagram парақшаның сілтемесін қалдырамын. Сол парақшаға өтіп, сол жерден сұрасаңыздар, мен сіздерге Telegram каналдың сілтемесін беретін боламын. Енді жұмысқа кірсек, мына бір слайдты таңдайық. Мына осы слайдтың астың жағында кішкене ғана көрініп тұр. Осы слайдтың беттері. Егер де осы беттерді ашып қараған кезде сізге ұнайтын болса осы шаблондар, онда изменить шаблонды басып, уже жұмысқа кірісе беруге болады. Егер де ұнамай тұрса, осыған ұқсас шаблондар бар, слайдтар шығып тұрады. Осы жерден де таңдап басқа слайдпен жұмыс жасай берсеңіздер болады. Қазір изменить шаблонды басамыз, өзгеріс жасаймыз. Мінекей осылай ашылады. Сол жақта қарап тұрсаңыз, применить 15 страниц деген жол тұр. Осы жолдың үстін басқан кезде бізге осы слайдтың барлық 15 беті астына шығады. Ең бірінші беттен бастап біз өзгеріс жасайық. Осында тұрған барлық фигура, жазу, барлығының орнында ауыстыруға болады. Түстерінде ауыстыруға болады. Удалить етіп тастауға да болады. Немесе қайтадан көшіріп тағы екіншісін қоюға болады деген сияқты. Барлық өзгерістер жасай беруге болады. Қазір бизнес деген сөзді осылай мышканың көмегімен 2 рет шертіп өзгеріс жасайық. Мысалы мен презентация деп жазайын. Астында тұрған кішкене болып жазылып тұрған сөзі керек емес болса, үстіне 1 рет шертеміз. Корзинаның түсін басатын болсақ, мына сөз өшеді. Презентация деген үстін 1 рет шертейік. Жоғарыдағы тағы 4-3 тұр, соны бассақ копировать етіледі, осылай екінші рет жазуға болады. Мұнда стрелка тұр, осыны басып, орыннан жылжытуға болады. Мінекей осылай 4-3-ні басатын болсақ, 4 жаққа қараған стрелканы өзде орыннан қозғауға болады. Шетіндегі домалақты басып, осылай жылжытсақ, үлкейеді, кішірейеді. Жандағы сызықты жылжытатын болсақ, мінекей әріптердің орны осылай ауысатын болады. Сөздің үстін 1 рет осылай мышканың көмегімен басып, жоғарыдағы А дегенді басатын болсақ, осы сөздің түсін ауыстыруға болады. Түстердің түрлері өте көп, кез келгенін таңдап аласыз. Одан кейін мұнда стрелканы бассақ, міне Poppins деп тұр. Сол жерде неше түрлі шрифттар бар. Қалаған шрифтқа өзгертуге болады. Бұның жанындағы сары тәж секілді, ол Pro, яғни ақылы түрдегі шрифт дегенді білдіреді. Плюс минусты басып, жазудың көлемін үлкейтіп кішірейтуге болады. 2А әріпін үстін бассақ, не үлкен, не кіші әріппен жазуға арналған. Фонның ортасына немесе 2 шетіне ауыстыратын нүкте. Мұнда сөздің интервалын
жасауға болады, әріптен арасын ашып немесе қысыңқы қылып қоюға болады деген секілді. Және де эффектіға баратын болсақ, осы сөзге эффекті беруге болады. Яғни артынан кішкене бір жарық қосып деген секілді, одан кейін анимацияға баратын болсақ, осы сөз, мысалы осы бет ашылған кезде осы сөз әдемі болып шығу үшін анимация беруге болады. Кез келген таңдай беріңіздер. Одан кейін расположение деген бар. Ол мысалға бір кез келген фигураға сөзді апарған кезде сол фигураның үстіңгі немесе астыңғы жағында тұруды көрсетеді. Мысалға апарып көрсетейік. Мұнда фонға апарсақ, қазір на передний план тұр. На задний план дегенді басса, осы фонның артына қарай жазу кетіп қалатын болады. Осындай да өзгеріс жасауға болады. Енді мынау фигураның үстіне бір рет чертейік, мына қарай қозғап көрейік. Неге осындай фигура. Бұның да түсін өзгертуге болады. Қара төртбұрышта тұр, соның үстін басуға болады. Осылай орнын ауыстыруға, жылжытуға, үлкейтіп кішірейтуге болады. Мұнда 3 точканы басатын болсақ, тағы да көптеген настройкалар бар, өзгертуге болады. Ссылка дегенді басып сілтеме қойға болады, яғни осыны басқан кезде сіздің бір басқа дүниеңіз шығады деген секілді. Мынаның барлығының түсін өзгертуге болады. Неге орнында ауыстыруға болады, мүлде өшіріп тастауға да болады. Яғни жаңа мына презентация сөзіне қандай өзгерістер жасадық, бұған да сондай өзгерістер жасауға болады. Мысал ретінде мына шеттегі фигураның, төртбұрышты фигураның көлемін өзгертейік, түсін өзгертейік. Мінекей жоғарыда қызыл төртбұрышта тұр, соның үстін басып, кез келген түске ауыстыруға болады. Мінекей орнын жылжытуға да болады. Тоже расположение дегенді бассақ, мына сөздің немесе басқа бір фигуралардың астыңғы немесе беткі жағына шығатын болады. Мінекей анимация қойдым, дәл осылай көрінеді. Барлық бетке де осында өзгерістер жасап беруге болады, ешқандай да қиындығы жоқ. Ал енді қазір суретпен жұмыс жасап көрейік. Ол үшін келесі бетке өтейік. Мұндағы фигуралар, мұндағы жазулардың бәрін дәл жаңағыдай өзгерте беруге болады. Енді мына суреттің үстін бір рет шертетін болса, удалить деген корзина тұр. Осы корзина үстінен басқан кезде бізге удалить изображение немесе удалить рамку, удалить сетку деген сияқты сөздер шығады. Сол жерден біз удалить изображение дегенді ғана таңдаймыз. Себебі бізге оның артындағы рамка қажет болады. Ол сіз мысалы сурет жүктеген кезде ол суреттің размерін келтіріп отпас үшін жай ғана осы рамкаға апарып сала қоясыз, и суретіңіз сол рамканың көлеміне сай қойыла қалады. Суретті қалай қоямыз? Ол үшін сол жақ шеттегі қарап отырсаңыздар загрузки деген бар, сол жерге барамыз, загрузить файлды басып, осы компьютердің ішіндегі кез келген суретті таңдап открытті басамыз. Сол кезде осы біздің сайттың ішіне сіздің жүктеген суреттеріңіз, видеоларыңыз, аудиоларыңыз осылай астына қарай мінекей көрініп тұр. Осылайынан жинала береді. Осының ішінен кез келген біреуін үстінен бір рет шертетін болсақ, осы сайттың бетіне өтеді. Сол кезде мышканың көмегімен басып тұрып, осы мына тұрған рамканың ішіне қарай кіргіземіз. Егер де мынандай астың жағы пустой болып кетсе, осылай суреттің көлеміне қарай келтіріп аламыз. Мінекей жылжытып қана апардық, рамканың ішіне қойыла кетті. Ешқандай да размерін үлкейтіп, кішірейтіп әуре болған жоқпыз. Мінекей осындай да үлкен мүмкіндігі бар. Ал бұндай рамка жоқ беттерге қалай рамка қоям бесіңіздер, дәл жаңағы загрузки деген жанында элементі деген тұр. Осы жерге барып, поискқа рамка деп жазатын болсаңыздар, неше түрлі рамкаларды шығарып береді, әртүрлі фигурадағы рамкалар бар. Соның біреуін таңдап, размерін келтіріп қоя берсеңіздер болады. Неге жаңа қойған суретімізге анимация беруге болады, редактировать фото деп, настроить деген жерге апарып, кішкене эффектісін, кішкене түсін, шамалы өзгертулер енгізуге болады. Енді келесі бетке өтейік. Мына жерде қарап отырсаңыздар, сурет, жазу, рамка барлығы бірігіп кеткен. Оны қайдан көреміз? Үстіне бір басқан кезде разгруппировать деген сөз шығады. Соны басқан кезде мынау әр сурет, жазу бөлек-бөлек болып шығады. Соның ішінде сурет
суретті алып үстіне удалитті басқан кезде удалить изображение деген шығады. Сол жерге осылай суретті алып қойсаңыздар болады. Кейде осылай сайттың өзі группировать етіп береді. Немесе осылай мысалға жазулар үстіне бассақ бөлек-бөлек жазылған, осыны біріктіруге болады. Барлығын үстіне осылай мишканың көмегімен белгілеп алып, группировать дегенді басатын болсақ, барлығы бірігіп кетеді. Орнынан қозғалған кезде, түсін ауыстырған кезде де осылай барлығына бірге жасауға болады. Тағы да бір айта кететін дүние, егер де бұл фон, бұл шаблон сізге ұнамайтын болса, сол жақтағы менюда қарап отырсаңыздар, дизайн деген бар. Сол дизайнға барып, мына жерде сіздерге ұсынатын басқа да шаблондарды қарауға болады. Үстінен басқан кезде бірден ауысып кетпейді, сіздерге мысал ретінде көрсетіледі. Тек сол жерден применить деп басып қана сіз сол шаблонды таңдай аласыз. Немесе соның бір бетін ғана таңдауға болады. Мысалы, сізге бір слайдтың мысалы 12 бетінде көрсетіп тұр. Мысалы, мына жерде осының біреуінің үстінен басатын болсаңыз, осы слайдтың ішіне енгізуге болады. Солайда әртүрлі слайдтың беттерінен ала отырып, өзіңізге ұнаған слайд жасап шықсаңыздар да болады. Енді бұны қалай сақтаймыз? Мына оң жақ жоғарыдағы қарап отырсаңыздар, поделиться деген жер тұр. Сол жерден скачать деп, сол жерде қандай форматта скачать ету керек, соны таңдайсыз. Енді в основном PPT-X деп тұрады, яғни PowerPoint-та көрсететін болсаңыздар, сол вариантты таңдауға болады. Мен осы нәрсені видеоға түсіріп алуды ұмытып кетіппін, кешірім сұраймын. Сол жерден форматын таңдағаннан кейін скачать деп осы слайдты жүктеп алсаңыздар болады. Менің осы видеода көрсеткен дүниелерім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоның басында айтқандай, дайын шаблондар алам десеңіздер, инста парақшаға өтіңіздер, каналыма тіркеліп колокольчикті баса отырыңыздар, достарыңызбен де бөлісіңіздер. Сіздермен болған Ғайыпберген Жадыра. Келесі видеоларды жіберіп алмаңыздар.